Кітапханашылар күні қарсаңында елорданың ең үздік оқырмандары анықталды. Байқау жеңімпаздары 6 номинация бойынша іріктелген. Қала әкімдігінің орталықтандырылған кітапханалар желісі жүлде иегерлерін арнайы шақыртып салтанат түрде марапаттады. Бүгін ұлттық кітап күні. Астанадағы орталық кітапханалар жүйесі айтулы күнді ерекше форматта атап өтті. Жыл бойы кітапты үзбей оқыған тұрақты оқырмандар арасында үздіктерді анықтады. Осылайша кітапхана ұжымы жас ұрпақты рухани тәрбиеге баулудың тамаша тәсілін көрсетті. Барлық отбасы мүшелерімен кітапханаға үзбей келетін, бала шағасын кітап оқуға баулайтын ата-аналардың басын қосамыз. Одан кейін креативті оқырман, өзің кітап оқыған кітабынан креативті дүниені алып шығатын, шығармалар жазатын біздің оқырмандарымыз бар. Одан кейін ең үздік бала оқырман, ең үздік студент оқырман сынды өзге де номинациялармен біздің оқырмандарымызды марапаттаймыз. Бас шаһарда 25 кітапхана жұмыс істейді. Президенттің пәрменімен соңғы 2 жылда олардың қатары тағы да толығып түгелдей модернизациядан өткен. Қазір мұнда 850 мыңнан аса кітап сақталған, ал оқырмандар саны былтыр 900 мыңға жеткен. Кітапханалардың кітап қоры 850 мыңнан асты, және де биылғы жылы біз тағы да зерттелген, экспертизадан өткен жақсы талапқа сәйкес әдебиетпен толықтыруды жоспарлап отырмыз, және де жаһандану заманына сәйкес ерекше кітаптарды, сұранысты көп талап ететін кітаптарды цифрландыру жұмысын жалғастырып жатырмыз. Руханият пен білімнің бастауы болған кітаптың қадірін арттыру үшін елімізде кітап оқитын ұлт жобасы іске асырылуда. Биыл бұл игі шараға Астана қаласының әкімдігі де ұйытқы болмақ. Жоба аясында астаналық кітап сүйер қауымға 150-ден аса шығарма ұсынылады. Бірнеше санатқа бөлінген сайысқа жас бүлдіршіндерден бастап елордалық қариялар да қатыса алады. Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен бизнес.